Ассалаумағалейкум ағайын, той қаласы! Бәрекелді ағайын, ассалаумағалейкум. Ағайын келсе ағынан жарылған, келмей қалса анасындай сағынған, имандылықты серік қылып бір Аллаға табынған, жүзінен мейірім төгілген, көгінде жұлдыз көрінген, шыңында шынар көктеген, әр күні тойсыз өтпеген, көктемі гүлді, көктері гүлді, жазы жайылы, қазаны майылы, күзі күйлі, қысы қарылы, ағайын туысы арлы елетін, сабасынан сарығымыз кетпеген, малын соймай мақсатына жетпеген, қуанышын бөлісе білген көппенен, тастабан болып түйініп, мына жалпы ағайын бүгінде кішкентай Жанел атты бүлдіршіннің бір жас тұсаукесер тойы ғой деп, бүкіл ағайын модни болып киініп, үйден шыққан қадамдарыңызға Алланың нұры жауып, той құтты болсын ағайын баршаңызға. Шыңызды болсын. Енді бұлай жасайық ағайын, той иесін көп күттірмей, әдептен озбай, уақытты созбай, бүгінгі баладай көңілмен, даладай ақ дастархан жайып, барша бүкіл Алталаштың басын қоспасына жақын ағайын туыс бауырлардың басын қосып атқан Алтынбек және де Әлия атты бүгінгі той иелерін шақырмай тұрып барлығымыз түгел орнымыздан тұрайық. Мына енді аға, ассалаумағалейкум, той құтты болсын. Мына қазақта сөз бар, қайғыны бөліссең азаят, қуанышты бөліссең көбейеді деген. Бірақ сіздердің шаңырақтарыңызда бөлісетін қайғы емес, көбейетін қуаныш қана болсын. Алла қаласа, мінекей, Құдай қаласа, кішкентай Жанеленің бүгін бір жас тұсаукесер тойы болса, ұзату тойында бүкіл Алталаштың басын қосып дүбірлі той жасаңыздар. Той қаласып, шапала құрған ағайынға жұғысты болсын деп, ыстық алақандарыңызбен төрге шығарып салайық. Рахмет. Бала батыр дегенде бала батыр, қариялар азайып бара жатыр. Бірі мініп келместің емесіне, бірі күтіп әнекей жағада тұр. Ақыл айтып жүрмесе қасымызда, сонда орнайды жетімдік басымызға. Жалаңашқа шекпенін шешіп беріп, бір күлшесін бөліскен ашымызға. Арсыз күлкің тиылмас жылауыңда, айтысыңда басылмас ұлағыңда. Араздасып ағайын кетер еді, бір қария болмаса, бір ауылда. Ұлы Мұқағали ақын бабамыз айтатын болсақ, анам маған үлкенді сыйла деген. Сол сөз маған ізгілік құйған екен. Үлкендерден ауысқан кішілікті үлкендердің өзіне сыйға берем. Атамнан қалған мұра ізеттілік, арымды соған қойған күзеттіріп. Ендеше қайсы бір тойдыманның қуаныштың бет пердесін көпті көрген көненің көзі, асылдың сынағы әулеттің үлкендері, біз міне сөзімен, дуалы сөзімен бет пердесін, яғни шымылдығын шешіп берген. Сол әдептен озбай, анамыздың ақ сүтімен бойымызға дарыған кіші пейілдікті ұмытпай, және де сол дәстүрді ұлықтай отырып, бірінші 18 мың ғаламның жаратушысы рұқсат Алладан болса, екінші рұқсат осындағы Күлжамилядай апамызбен Аманжолдай атамыздан болсын. Келіңіздер, той шымылдығын жешіп беріңіздер ағайын. Шапала құрып қойыңыздар қарияларға. Шырылдаған асқазаннан ақ тілек сұраған бір қиянат шығар. Алдыменен асқазанға қуат сыйлап алайық, сосын бүгінгі тойдың жұлдызы болып жанайық. Рұқсат болса ағайын, ортада бір тамаша ән болсын. Ән көңілдің ажары, би өмірдің базары. Өнерді сүйген балаға түседі халықтың назары деген екен ағайын. Әуеде дейтін қазақ жоқ, ел іші өнер кеншілеген осы шығар ағайын. Сондықтан сіздердің құрметтеріңізге бір тамаша ән болсын. Баяғыда бір әнші бала апамнан кеп сұрайды дейді, апа, ән айтайын десе, апам қатырған екен, айтсам айта бер айдалайын, бәрібір сені тыңдап атқан ешкім жоқ деген екен. Сондықтан қол соғып отырыңыздар ағайын. Елдің бәрі фонограммадан шаршағандықтан жанды дауыста орында қалдырым. Той құтты болсын ағайын. Ортаға вальске шығуға рұқсат. Көтер. Жаныңа салып сенің байқамаймын, сүйемін деп те сені қайталаймын. Қасымда жүрген соң биіктігіңді де көп байқамаймын. Соқтырса да қатал күндер ызғары, қабағыңды маған мүлде бұзғады. Жүзікпен емес біз, жүректерімізбен біргеміз жаным. Ханшайымым ау, жүрегім менен ошағымның иесі, шаңырағым мен шаттығымның киесі. Ыстық сезіммен үнсіз ғана сүйесің. Ханшайымым ау, бағымды менің жалғыз
Төскейден малы кетпеген, кеудеден қаны кетпеген қазақ деген халықпыз. Кеш болса тойға беттеген, әр күні тойсыз өтпеген, ұрпағын гүлдей өсірген, жатқылығына жүрген қазақ деген халықпыз. Бәйгаттай бапталып тойларда ғана көсілген. Өнер сал ортаға, кетпесін десең мәңгілік. Бүгінгі той мына сенің есіңнен. Жігіттің жақсы нағашыра дейді ағайын. Сондықтан қазір Құдай қаласа ақ тілек айтып боламыз. Сосын өлтіріп тұрып, қыздырып тұрып, қатарынан үшбей билейміз. Өз тұралар не ақылы сапыр-сыпыр жер сілкіріп атқандай би болады Құдай қаласа, иә? Ерекше киесі де бағасы да ұқсайтын алтын тонның жағасына тілегін жүрек жардың қалысын айтып берейік сөз кезегі нағашыға. Жөн жосық жолына қарай ақ тілек тізгінді сынып алғайық. Тойдан қайсыңдар рахмет. Той көріңіз тек қана, аман болыңыз. Бұл тойға туыс келмей жат келсін бе? Дүбірле талай тойлар қаптесінде. Ағытсын шын жүректен ақ тілеген бір қанеки бір тыңдайға кесінде. Қошемет ұрып отырыңыздар. Тойыңыз болсын. Тілектеріңіз періштенің құлағына шалына берсін. Отаны бірдің тілегі бір, тілегі бірдің жүрегі бір деген осы. Тілектес, жүректес бауырлары, ағалары аман болсын, тыныштық заман болсын. Сіз де шаңырағыңызға жұғысты болсын деп жалғастырып отырайық. Аға, той болсын. Мынау Шыңғыс хандай бабамыздың сөзі бар. Бақытты ғұмыр болмайды дейді. Бірақ бақытты сәттер болады дейді. Ал бақытты сәттердің бір тамаша ескерткіші, ертеңгі бірлігімізді байқататын, ол естелік сурет. Соңдық жол үстінде жанымыз толығында тағдырдың білмеппіз ау, жазбасын жолығуға жолыңды тосып күнде тұрушы гүлдерімде алыстап кете барды. Төрімде не десеңден құрбаламын. Бір жүріп, бірге тұрып қызықтайық өмірдің енді қалған нұралауын. Құдалар өрлеңіздер төрімізге, характер бір емес бірнешел бәрімізге. Жетейік кәрілікке сыннан өтіп, сыйласып қалсын мәңгі әрімізде. Бүгінгі той жұғысты болсын бәрімізге. Той құтты болсын. Бүгінгі тем более Жанияның бір жас тұсаукесер тойы. Баяғының сөзі бар. Немеренің қолынан манжалаған ата-апалар деген баяғының сөзі бар ағайын. Сондықтан біз ырымнан қырым қалады деген қазақпыз ағайын. Құдай қаласа шөберенің қолынан майшалаңыздар деп. Қазір кішкентай Жанияның қолын тортқа саласыздар. Сосын қолына іліп келіңсіз, аузыңызға жалайсыз, ал халық айқайлап шапалақ ұрады осыңыз. Ал. Тәтті, айлай, ұймай құдай. Ал. Шапалақ ұрып қойыңыздар. Жоқ, қайтып сал. Апасына, немеренің қолынан май жалады деген осы мына ағайын. Иә. Жеке. Шапалақ болды, рахмет. Нақшылар, анау, маша бетліктерді бейіне сәйкен жүрсіздер. Вала бес. О, міне! Алтынаға давай! О, міне! Тамаша! Тамаша биледі, е? Екінші бей қалай болады мен көрейін? Екінші бейін үзілісі. Маэстро музыка.
дәстүрлі дүниеміз бар. Тойдан тобықтай, той шығысты болып, барша шаңырақтарыңызға осындай той болсын деген ниетпен той бастар рәсімі сонау атам қазақтан келе жатқан дәстүр ағайын. Сондықтан сіздердің де шаңырақтарыңызда той болсын деген ниетпен жылаған жан болса алдымда тұра берем, еркерек бәрін жаса, жанымды қашқан жігер құйма орамалға тереңге тастап жібер. Ұштасаң таламыңды қаламұштай, сені жүрген сайын жол алыстай, өмірде әкелердің орны бөлек, ол қызым балайтығын балақыстай. Өмірдегі бақ тірегім дара қыран жан әке, сенің әрбір ақ тілегің маған орам жан әке. Болашағы бар қашанда адаспас жол нұсқадың, келуші еді әр қашанда менің саған оқсағым. Асқарда болып жанымызда куә боп өскен шағымызға, аман жүр біздің бағымызға. Асыл әке, салқынын сезбей қара көздің, тірегі болып балаңыздың, серігі болып анамыздың. Аман жүрші. Асыл әке деп ақ тілек тізгінді берейік, шапалар қойыңыздар.